Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, мега шоколадты пирог пісіретін боламыз. Осындай үлкен көлемді етіп жасаймыз, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда өте қызықты, оңай рецепттер бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқаны саламыз. Үстінен қантты салып, миксермен жақсылап ағарғанша көпіртіріп алатын боламыз. Міне осындай ағарып, көпіріп, көлемі үлкейіп шығады. Үстіне сұйық майды қосамыз, сүтті қосамыз. Бөлме температурасында болуы керек бізде сүтіміз. Тағда миксермен жақсылап араластырып аламыз. Ұнды електен өткіземіз. Ұнның үстіне қопсытқышты, ванилинді, какаоны салып, барлығын бірден електен өткіземіз. Сонда біздің какаомызда комоктар болмай, бір тегіс араласатын болады. Барлығын салып, миксермен не болмаса, венчикпен, лопаткамен де араластыруға болады. Біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне дәл осындай қоюлықтағы масса дайын болады бізде. Жақсылап шетінде осы қалып кеткен ұндарыны барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Арасында комоктар қалып кетпеу керек. Енді өз қалауларыңызша кез келген жаңғақ түрінен, малинадан қоссаңыздар болады. Мен мұздатылған малина қостым. Бірақтан бұл міндетті емес. Ешқандай малина қоспастан да пісірсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Енді листімізге пергамент қағазын салып, біздің дайын массамызды саламыз. Бір тегіс етіп, үстін жайып шығамыз. Мендегі листтің көлемі 31-ге 33 сантиметр. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қойған болуымыз керек. 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут уақытта пісіріп аламыз. Әркімнің пеші арқалай қарап тұрасыздар. Енді осы кезде пирогымыздың үстіне жағатын шоколадты глазурын дайындап аламыз. Қант пен какаоны жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстіне сүтті құйып, тағда араластырамыз. Сосын отқа қойып, тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Бізге қайнап шығу қажет емес, кішкене қоюланып, бір келкі масса дайын болуы керек. Барлығы жақсылап араласқан кезде үстіне сары май саламыз. Оттан алып, суытамыз. Міне біздің пирогымыз осылай өте жақсы көтеріліп пісіп шығады. Енді осы пирогтың барлық жері жақсы піскенін білу үшін таяқшаны тығып көреміз. Таяқша құрғақ болып шықса, пирогымыз толықтай піскен болады. Осы таяқшамен пирогымыздың барлық жерін тесіп шығамыз. Сосын үстіне пирогымыз ыстық кезінде сүт құйып пропитка жасап аламыз. Сүт не болмаса суға қантты араластырып сироп жасап құйсаңыздар да болады. Маған осылай сүтпен пропитка жасаған ұнайды, өте дәмді болып шығады. Бір стакан сүтті барлық жеріне құйып шығамыз. Сосын пирогымызды толықтай суытамыз. Пирогымыз суығаннан кейін барып, шоколадты глазурымызда суып, жылы болған кезде глазурды пирогтың үстіне құямыз. Ыстық кезінде құймаймыз глазурды. Ыстық кезінде құйсаңыздар, пирогтың ішіне сіңіп кететін болады глазур. Сондықтан пирогымызды суытып барып, глазурды да суытып барып, пирогтың үстіне жағып шығамыз. Барлық жеріне бір тегіс етіп жағып аламыз.
Осымен біздің пирогымыз дайын. Енді пирогты өз қалауларыңызша әсемдеп, үстіні әртүрлі жидектермен әсемдеп қойсаңыздар болады. Осылай да жей беруге болады. Мен пирожный сияқты барлығын осылай кесіп шықтым. Сосын үстіне фисташка ұнынан сеуіп шықтым. Өте әдемі болып көрініп тұрады. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Не болмаса басқа да жаңғақ түрлерін езіп, үстіні әсемдеп шықсаңыздар болады. Әртүрлі үйде бар жидектермен, малина құлпынайлармен әсемдесеңіздер де болады. Дастарханда өте әдемі көрініп тұратын болады. Осымен біздің пирогымыз дайын, өте жұмсақ, ауызға салса еріп кететін, балаларыңызға өте ұнайтын пирог болып шығады. Міне қазір ішіні көрсетемін. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ұқсап шығады. Үйде бар заттардан жасалынады. Сіздерге, отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.